Қайырлы күн достар. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен passive voice-пен танысатын боламыз. Яғни соның ішінде present simple passive. Ең бастысы ағылшын тілінде өтерден бұрын біздер оны қазақша түсініп алайық. Бұл іс-әрекет, біздер ағылшын тілінің грамматикасы 80-90% ол іс-әрекеттерге байланысты. Бұл жерде нақтылайтынымыз іс-әрекеттің нәтижесі. Яғни менің анам мені туған деп айтпаймыз. Қазақ тілінде біздер өзіміз туылдық деп айтамыз. Біздер нәтижесін көрсетеміз. Мен туылдым. Мен анам туған жоқ, мен өзім туылдым деп айтамыз. Немесе Toyota машинасының үйде біреу айдайтын болса, біздер айтпаймыз оны. Мистер Накатамен Ишикоси құрастырған машина еді, осындай Toyotаны құрастырған, соны мен папам сатып айдап жүр деп айтпаймыз. Біздер айтамыз, Toyota жасалған Японияда мысалы. Немесе бір көлік Кореяда жасалған болса, оны кім жасаған көрсетпейміз, біздер тек нәтижесін аламыз. Сонымен назар аударайық тақтаға. Мысалдарға келетін болсақ, мысалы present simple, somebody cleans the room every day. Біреу тазалайды бөлмені күнделікті. Енді осы сөйлемді біз нәтижесін шығарып passive voice-ға қоятын болсақ, the room is cleaned every day. Бөлме тазаланады күнделікті. Кім екені маңызды емес, тек нәтижесі маңызды, бөлменің тазаланатындығы. Келесі сөйлем somebody cleans the room yesterday. Кеше бөлмені біреу тазалады. Және passive voice-тан қарапайым бізде The room was cleaned yesterday. Бөлме тазаланды кеше. Демек, кім екен маңызды емес, мына жақта бөлмені біз зат есімге қойып тұрмыз, Келесі, тұра тұрмыз. Бізде осы шақтан өткен шаққа ауысу өте оңай. Бұл жерде бәрі математикалық формулалар, математикалық ұқсас. Сонымен, the room is cleaned every day. Бөлме күнде тазаланады десе, the room was cleaned yesterday десе, бөлме кеше тазаланды. Яғни бізде to be формасын өткен шаққа ауыстыру арқылы біздер автоматты түрде уақытты өткен шаққа ауыстыра аламыз. Келесі назар аударайық. Құрылымы, формуласы. Формуласын айтатын болсақ, present simple осы шақта қайталанатын іс-әрекеттерде бізде білеміз to be конструкциясы am, is, are болып өзгеріледі және де past participle дегеніміз етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғанатын етістіктер. Тура солай бізде өткен шақта was, were және етістік үшінші бағанадағы етістік болды, бізде passive voice пайда болады. The past participle of regular verbs is, бұл жерде бізде V әрібі бар, VED дегеніміз енді бізде бұл participle to be. Clean, damage, etc. For a list of irregular past participle made C. Бұл үшінші бағанадағы етістіктер. Келесі. Мысалдарға назар аударсақ, butter is made from milk. Майды біз сүттен жасалынған, май сүттен жасалынған деген сөйлем. Oranges are imported into Britain. Қай жерден келеді апельсин? Кім өсірді оны? Бізге маңызды емес, бізге ең маңыздысы олар Британияға алып келінеді. Апельсиндер Британияға алып келінеді. Келесі сұраулы сөйлемнің өзінде де how often are these rooms cleaned? Қаншалықты жиі мына бөлмелер тазаланады? Және де келесі сөйлем I'm never invited to parties. Мені ешқашан кештерге шақырмайды. This house was енді past passiveге ауысатын болса, this house was built 100 years ago. Мына үй салынды 100 жыл бұрын. Кім салынғаны айтылмаған, тек салынғаны айтылып тұр. Нәтижесі. Және көпше түрде бізде these houses were built 100 years ago. Яғни бұл үйлер және was-ның орнына біздер көпше түрін қолданамыз. Көпше түрде болғандықтан кейін бұл үйлер 100 жыл бұрын салынды. Ал жақсы, енді келесі мысалдармен үй тапсырмасына байланысты жаттығуларды қарап өтсек. Сонымен бірінші сөйлем бізде this room clean every day. This room is cleaned every day. How often the room cleaned? How often is the room cleaned? Келесі сөйлем бізде glass made from sand.
glass are made from sand. Яғни әйнек бізде құмнан жасалынады. Келесі, stamps sell in the post office. Stamps is sold in the post office. Sorry. Астынан түсірейік. Осы жерден жалғастыра берейік. Жалғастыра берейік. Келесі сөйлемге назардарса, stamps are sold in the post office. Яғни маркалар, почтовый маркалар, қазір біздер оны көп қолданыста жоқ ол сөз, поштада сатылады. Келесі, football played in most countries. Football is played in most countries. Футбол ойыны бізде көптеген мемлекеттерде ойналады. Ары қарай енді сіздер өздеріңіз тапсырманы орындайды деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.